Соңғы 10 жылда жаһандық цифрландырудың нәтижесінде интернет пайдаланушылар саны 2 есеге өсті. Халықаралық сарапшылардың дерегіне сүйенсек, әлем халқының 62,5% интернетті пайдаланады. Ал әлеуметтік желіге тіркелгендер саны 4,62 миллиардқа жетіпті. Мәселен, былтыр әлеуметтік желілерге 424 миллион адам тіркелген. Бұл күніне орта есеппен 1 миллионнан астам, секундына 13 жаңа пайдаланушы қосылып жатыр дегенді білдіреді. Ақпараттық технологиялық төңкерісті халықаралық террорлық топтарда ұтымды пайдалануда. Интернет платформалар саны артқан сайын, діни экстремистік ұйымдар жасайтын қылмыстың да ауқымы, қарқыны және қоғамдық санаға ықпалы еселенді. Әлемдік қоғамдастықты үрейлендіретін фактор Қазақстанды айналып өтпеді. Биыл елімізде 9 айдың қорытындысы бойынша 51 мың материал жойылды. Біз интернетке көп көңіл бөлеміз. Себебі теріс бағыт ұстанатын азаматтардың алған ілімдерінің барлығы интернеттен алынған. Дінге қызыққан азаматтар аяғымен мешітке барып ақпарат сұрамайды. Интернетті ашып жібереді, кәдімгі өздеріне керек материалды іздей салады. Биыл да 5 айдың қорытындысы бойынша біз 1200 адамды радикалды топтардан шығардық, тек ВКонтактеде. Интернетте радикалды идеологияға адам арбау бірнеше сатыда жүреді. Алдымен ислам тарихы, ата-анаға құрмет сынды ғибратты әңгімелерімен аудиторияны баурайды. Келесі кезеңде дінді саясиландырады, яғни билікті табалап, заңды қаралап, айналасына өшпенділік тудырады. Содан кейін мәдени майдан басталады. Шариғатқа қарсы деген желеумен дәстүрді даттап, ұлттық болмысымызды балталайды. Салдарынан адам жанұясынан ажырап, ортасынан алыстайды. Соңғы сатыда тығырықтан шығар жол ретінде мұсылман мемлекетіне көшуді ұсынады. Құран мен хадистен хабары жоқ. Исламның іргелі 4 мәзхабының бірінде білмейтін әсіре діншілдер осылайша адасады. 70% жастар деп айта аламыз. Осы тиктоктан кіріп кетіп отырған. Өйткені өз жерде бір уағызды айтқанда қысқартып қана салады. Деструктивті діни ағым ұстанушылардың ойлары біздің үкіметті жоқ қылу, салтымызды бұзу, сонымен улап тастаған. Жасөспірімдерге айтатындарым, әлеуметтік желіні қолданбай, кітап оқып, телевизор қараған негізі абзал бар. Аналитикалық интернет карта жүйесімен жұмыс жасап отырмыз. Ол жерде біз мына Маңғыстау облысындағы деструктив діни ағым парақшаларына тіркелген азаматтарға ескерту жазамыз, немесе оларға хабарласып түсіндіру жұмысын жүргіземіз жеке-жеке. Интернет аудиторияға қол жетімді әрі жасырын байланыс түрі. Ақпарат тез таралады, бұрмаланған діни дерек қысқа нұсқа келеді. Тілге тиек етер жайт. Сирия соғысы кезінде Даиш террорлық ұйымы үгіт насихатын 20-дан астам тілде таратқан еді. Тек қана мына әлеуметтік желілерде емес, экшн ойындардың бағытында сол экстремистік бағыттағы, радикалдық бағыттағы уағыз насихат жұмыстары жүргізіліп жатады. Біз әлеуметтік желіде ақпараттық фильтр қоя білуіміз керек. Біз жастарға ақпараттық фильтр дейтін түсінікті енгізуіміз керек. Ғаламтор пышақпен теңестіреді үлкен кісілерді. Себебі пышақпен қолда кесуге болады, нанда кесуге болады. Біз ғаламторды қандай мақсатта пайдаланамыз, сәйкесінше ол бізге солай қызмет атқарады. Дін интернеттен үйренетін құндылық емес. Ұстаз алдында отырып, сауат ашқан адам адаспайды. Ал сенімді ресурстардан алған ілім тура жолға бастайды.